Белгілі қарағандылық қоғам белсендісі Александр Ивкин 5 жылға бас бостандығынан айырылды. Мүгедектер қоғамының төрағасына мемлекеттің күтушілерге бөлінген 160 миллион теңгесін қолды етті деген айып тағылып отыр. Соттың үкімі шыққанымен мүгедектер арбасына таңылған жанды түзету мекемелері қабылдамай қойды. Толығырақ тілші тарқатсын. Александр Ивкин сотқа заттарын жинап дайындалып келіпті. Мүгедек жандардың құқығын қорғап парламент пен үкіметтің алдында талай сөз сөйлеген жан соттың алдында да өзін сенімді ұстады. Мемлекеттік наградалар мен медальдардың иесі бүгінде алаяқтық бабы бойынша істі болуда. Я на это надеюсь, что закон превыше всего. Заң барлығынан биік. Мен осы қағидадан үміт күтемін. 90 жылдары менің арбаға таңылған досымды тергеу изоляторына бір айға қамап қойды. Оның омыртқасына, бауырына зақым келген адам болатын. Мұндай мекемелердегі медицина біз сияқты адамдарға лайықталмаған. Нәтижесінде ол бір аптадан соң қайтыс болды. Мыңдаған мүгедек жандардың көмекшілері ай сайын есеп тапсырып, оларға ақша аударылады. Бұл жұмыстарды атқаруда жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімінде қызметкерлер жетпеген. Тендер жариялап, оны лайықты өмір қоғамдық бірлестігі ұтып алған. Мемлекет бөлген қаржының 8% ұйымдастыру жұмыстарына жұмсалып отырған. Бірнеше адам көмекшілерге қаржы дұрыс берілмейтінін айтып, прокуратураға арыз жазыпты. Жұмыспен қамту орталығында қоғамдық бірлестік бұл жұмысты тегін атқару керек деген ойда екен. Ивкин Александр Михайлович Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексі 190 бабы 4 бөлігінің 2 тармағында көрсетілген қылмысты жасаған үшін кінәлі деп танылсын. Ол бойынша 5 жыл мерзімге бас бостандығынан айыру жазасы тағайындалып, 5 жыл мерзімге мемлекеттік сатып алу құқығынан айыру мен осы бұлтартпау шарасы дереу орындалады. Сот онлайн режимде өтті. Айыпталушы адвокаттардың кеңсесінен байланысқа шыққан. Осы жерге полиция қызметкерлері келіп, Ивкинді уақытша оқшаулау изоляторына алып кетпек болған еді. Алайда айыпталушыны алып кету мәселеге айналды. Себебі полиция қызметкерлерінің көлігі мүгедек арбасына таңылған жанды тасымалдауға лайықталмаған. Человек не сможет пересесть в машину. Желательно газель. Не, УАЗик не пойдет, газель. Біраз бас қатырған соң полицейлер Ивкинді көтеріп көліктеріне отырғызды. Алайда сал ауруына шалдыққан адамға арбасыз отыру қиынға соғады. Қызық мұнымен аяқталған жоқ. Уақытша оқшаулау изоляторы камераларда мүгедек жанға жағдай жасалмағанын айтып, айыптаушыны қабылдаудан бас тартқан. Оған қоса Ивкиннің қан қысымы көтеріліп, жедел жәрдем шақырылыпты. Глубокий шок, честно. Первый раз у нас такое. Таң қалып тұрмыз. Менің де әріптестерім де тәжірибесінде мұндай жағдай бірінші рет кездесуде. Қамауға алуға болмайтын сырқаттардың тізімі бар. Егер адамның диагнозы сол тізімге сәйкес келсе, түзету мекемесінің басшысы жазалаудан босату туралы арыз жазуы керек. Дегенмен талапқа сәйкес айыпталушы апелляциялық уақыт аяқталып, үкім күшіне енгенше қамауда болуы тиіс. 16 тергеу изоляторы қазіргі уақытта карантинде. Александр Ивкинді алдымен сот, медицина үйіне, одан соң ковид вирусына анализ тапсыру ауруханаға, антикоррупция ғимаратына 4,5 сағат бойы тасып, нәтижесінде үйіне алып келіпті. Конечный итог наших сегодняшних мытарств. Время 20 часов 30 минут. И мы героически приехали домой к Александру Михайловичу. А где наша охрана? Сенбі күні сараптаманың нәтижесі шыққан соң Александр Ивкин тергеу изоляторына тоғытылыпты. Карантинге байланысты қорғаушымен тілдесуге рұқсат жоқ. Аян Алматұлы, Ирина Нинашева, Равиль Валиев, 5-ші арна.